Яғни қазіргі таңда мен мәдениет орталығында жастармен жұмыс жөніндегі әдіскер қызметін атқарамын. Барлығымыз бірдей өмір сүріп келеміз ғой, дегенмен біреудің қызығушылығы басқада, екіншінің қызығушылығы. Яғни бұл жетістікке жету үшін басты адамда бір мақсат болу керек. Сол мақсатқа табандылық болу керек. Әр нәрсенің өз қиыншылықтары болады, дегенмен сол қиыншылықтарды жеңіп, өз мақсатыңа жету үшін де үлкен ішінен бір күш қайрат керек. Сәлем достар, бұл екінші видео. Өзімнің бұл жетістікке қалай жеткенім туралы сіздермен бөлісетін боламын. Мен кішкентай кезімде жаңағы әнші боламын деп армандайтынмын дедім ғой, дегенмен одан бөлек мұғалім болғым келетін. Кәдімгідей кішкентай кезімде балаларға сабақ беріп, жаңағы демалыс уақыттарында дәптер ручканы алып алып, балаларға даратып беріп, сол моментте өзімді мұғалім сезінетінмін. Келе-келе мектеп оқып жүріп те өзімнің ұстаздарыма қарап, сіз сияқты мұғалім боламын деп армандайтынмын. Міне осы арманыма кішкентай кезімнен бастап келіп, мұғалім болдым, мұғалім саласында жұмыс жасадым. Бірақ бұл мамандықта тек мұғалім болып қана қоймай, үздіксіз дамай отырып, тоқтап қалмай жұмыс жасадым. Яғни 7 жыл шамасында мектепте сабақ бердім. Сол аралықта өзімді басқа қырынан танытқым келді. Түндерде ұйықтамай жұмыс жасайтынмын. Балаларым болды, бірақ оларды ұйықтатып тастап, түнде өзім еркін жеке қалып, өз ойларыммен алысатынмын. Дәптерге жазатынмын, парақ қалып, мақсаттарымды жазатынмын. Сол мақсаттарға қалай жетсем болады деген сияқты менде арман көп болды. Әлі де бар, бірақ сол кезде жаңағы бір істі көп жасай берсем, көбіне жалығып кететінім бар. Сондықтан мұғалімде болып көрдім. Одан соң келе-келе өз саламды ауыстырып, мәдениет саласына өттім. Бірақ қай салада болсын, жасайтын жұмысым тек балалармен, яғни үлкені болсын, кішісі болсын. Мәдениет саласында да жүріп, бірдеңе жасау керек, бірдеңе істеу керек, бұлай жүруге болмайды деп өзіме көп айтатынмын. Сосын армандарымды жаза беретінмін. Бір бизнесмен болғым келеді деп үлкен жаққа көз жүгіртетінмін. Бірақ үлкен бизнес ашпасам да, шағын ғана бизнесім бар, сол салада да жұмыс жасап көрдім. Онда да ол бір қызығы, ол өзімнің жаңағы жеке кәсібімде де жасайтын жұмысым балалармен. Ол жерде бірақ балалармен көбіне ойын сауық ұйымдастыру. Яғни қазіргі таңда аниматорлар деп айтамыз ғой, сол салада жұмыс жасадым. Яғни қай салада жұмыс жасамасам да, қай салада жұмыс жасасам да балалармен тығыз байланыстымын. Сондықтан барлық жерде тұрақтылық керек, барлық жерде төзімділік керек. Тұрақтылық пен төзімділіктің арқасында сіз ары қарай дамый аласыз. Жаңағы жұмысыңызды да жазу арқылы, мақсат қою арқылы өзіңіздің жетістігіңізге жете аласыз. Қазір барлық жерде де айтып жатады, сіздің арманыңыз тек қалам мен ручка алып жазуда ғана деп. Соны күнде жаза отырып, психология саласында да соны айтады. Сондықтан жазу арқылы өз мақсатыңызға жете аласыз. Яғни және де бұл жаңағы мақсатқа жетудегі басты мақсат сіздің ортаңыз. Сіз қандай ортамен жұмыс жасайсыз, сіз қандай ортамен өз ойыңызды еркін айта аласыз деген секілді ортамен де тығыз байланысты. Мен араласатын орта мені үнемі көтеріп отырады. Сен жасай аласың, сен істей аласың, сенің қолыңнан келеді деген сөздер күш-жігер арқылы мені биіктерге жеткізе алады. Менің жанында құрбыларымда мен туралы күнде солай айтып жүреді. Қасымда болған кезде, яғни сенің қолыңнан келеді, сен жасай аласың, неге сен солай жасамасқа деген сияқты. Сондай сөздер арқылы сіздің ортаңызбен тығыз байланысу арқылы сіз өз мақсатыңызға жете аласыз. Яғни сіздің мысалы жаныңызда, ортаңызда сіз сен оны жасай алмайсың, қолыңнан келмейді.
қоя салшы дейтін құрбылар да кездесті, немесе жақындар, таныстар да кездесті. Қайтесің, бала шағаң бар, солармен алысып жүре берсейші деген секілді. Дегенмен бір күн ойланам, екінші күн ойланасың, үшінші күні қайтадан мен өзімнің жаңағы үздіксіз дамуымның арқасында осы жетістіктерге жеттім. Себебі ізденетінмін, бұл саладан басқа тағы не жасауға болады, бұл даму үшін не жасауға болады деген сияқты жаңашыл нәрселерге өте қатты қызығатынмын. Соның арқасында фотошоппен айналыса бастадым. Одан қалса мобилография курсына оқып, яғни базалық үлкен курсты алмасам да, шағын курстармен ақ оқу арқылы, даму арқылы соған уақыт тауып өзімді дамыттым. Сол дамыту арқылы бұл жетістіктерге қазіргі таңда жетіп отырмын. Сондықтан барлық жағы сіздерге маңызды. Ортаңыз болсын, араласатын адамыңыз болсын, сізге мотивация беретін достарыңыз болсын деген сияқты арман мақсаттарыңызға жетудегі айналаңыздағы адамдар сіздерге сабақ беріп жүреді. Біреуі кері әсерін беруі мүмкін, біреуі жақсы әсерін беруі мүмкін. Сондықтан сіз ойланып келіп, жақсы жағын қабылдау арқылы өзіңіздің арман мақсатыңызға жете аласыз. Жас кезінде қазіргі жастарға көп айтатыным, алдымнан шыққан кез келген жасқа айтатыным, қазіргі жас кезіңді өте жақсы пайдалан деп айтқым келеді. Сіз жастық шақта уақытыңыз өте көп. Қайда жұмсаймын, не істеймін деген сұрақ болмау керек ол кезде. Сіз кітап оқуға жұмсаңыз, артық білім кітапта деп айтады ғой. Сондықтан кітап оқу арқылы сіз дамисыз. Білмеген дүниеңізді кітаптан аласыз. Өзіңізге жаңағы не қойыңыз, мақсат қойыңыз. Мен бір айда 2 кітап бітіруім керек. Кітапты көп оқуым керек деген сияқты. Енді кітаптың жанрлары өте көп. Өзіңізге ұнаған жанрды таңдай отырып, қызықтысында жаңағы поэзия болсын, сол жақтарында өзіңізге қайсы жақын, сол жағын таңдап, көбірек кітап оқыңыз. Кітап оқымай дамыдым деген адам жоқ. Яғни кітапты оқу арқылы өзіңнің ой шыңын биіктетіп, өзінің мақсатын айқындап, жетістікке жеткен адам өте көп. Сондықтан жаңа айтпақшы, артық білім кітапта дейді ғой. Сондықтан кітап оқу арқылы жетістікке жете аласыз. Мен шыны керек, қазіргі таңда мен кітап оқымай, мен бәрін білем дейтін адамды көрген емеспін. Ондай адам ешқашан жетістікке жете алмайды. Сіз кітап оқымай білімге жаңағы жетістікке жеттім дегеніңіз, ол өте үлкен қателіктерге ұрындым дегеніңіз. Яғни сіз қанша жылдар бойы жасап келе жатқан қателіктеріңіз тура жолды кітап арқылы нұсқау мүмкін. Сондықтан айтарым, алдымен жас уақытыңызда, мектеп кез болсын, студент кез болсын, сіздерде кітап оқуға деген уақыт өте көп. Осы жетістікке жетуде жалпы адамның өз ойларымен алысып жүреміз ғой. Мына шынайы өмірде де әртүрлі идея келіп жатады. Мен мына жерде бастық болсам екен, үлкен оқу орнына түссем екен, немесе шет елде оқысам екен деген сияқты жастардың ойында арман көп. Бірақ олар оны іске асыруда өте қатты қиналып қалады. Мен оқи алмай қалсам ше, ата-анамның жағдайы жетпей қалса ше деген секілді. Сондай ойлар жастарды көп мазалауы мүмкін. Сондықтан қорқыныш болмау керек, адамда қорқыныш болмау керек. Себебі сіз мақсат қойдыңыз ба, сол мақсатқа жетуде Алла тағаланың өзі де сізге көмектеседі. Сондықтан еш қорықпау керек. Өз мақсатыңа жетуде, өз арманыңа жетуде жалпы әртүрлі жаңағы идеялар болуы мүмкін. Жас кезіңде оқуда
жаңағы қиналыстар болуы мүмкін. Дегенмен сіз оны жеңу арқылы жетістікке жетесіз. Яғни осы бизнес жолында болсын, мұғалім саласы болсын, бұның барлығы бір адамның жетістігі, бір адамның өмірі дейді ғой. Осы жастарды қолдауда мен алдын айтатынмын, өзімнің сіңілім болсын, таныс оқушыларым болсын, қазір енді бастауыш сыныпта берген оқушыларым уже қазіргі таңда үлкен 10-11 сынып оқиды, көз алдымда жүр. Сол кісілерге, сол балаларға айтатыным, оқушылар, жастарға айтатыным, біліңдер, үйренуден жалықпаңдар деп айтам. Кейде өзімде айтам, маған келші, мен саған үйретем. Бос уақыт тауып кел, мен бос уақытымда саған бар білгенді үйреткім келеді. Себебі адам жаңа бір нәрсені үйренген кезде басқаша көзқарас пайда болады адамда. Сондықтан ондай мүмкіндіктер әлі туған жоқ. Бір екі шәкіртім бар қазіргі таңда. Бар білгенімді үйретіп жүрмін, бар білгенімді көрсетіп жүрмін. Дегенмен ол кісілердің де қолы босамай қалады, және өзімнің де. Бірақ қазіргі осы таңда мынау ұлт қазынасы жобасында осы мүмкіндік жақсы туып тұр. Сіздерге өз білгенімді, бар білгенімді шама шарқым жеткенше үйреткім келеді. Яғни осы білімді, яғни мысалы ұстазда оқушыға сабақ үйретеді ғой, сол секілді қазірде мен сіздерге бар білгенімді үйреткім келеді. Сіздерге жақсы мүмкіндік. Сондықтан үйренем деген адамға еш қарсылығым жоқ. Жетістікке жетудің, мақсатыңды орындаудың, армандарыңның орындалуы қазіргі сәттен басталады ғой. Ешқашан кеш емес. Үйренем дейтін жалпы 50 жастағы апамыз болсын, жаңағы атамыз болсын, үйренем, мен оқимын десе, ешқашан кеш емес. Сондықтан алға қойған мақсаттарыңызға бірге жетейік. Осы бизнеске кәсіп бастауда жалпы әкім гранты болсын, жаңағы қаланың шағын гранты болсын, қазіргі салада, қазіргі таңда бар жағдай жасалған. Осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен барсақ та өзіміздің идеямызды айта отырып, соны жүзеге асыруда сіздерге деген үкімет қолдау көрсетеді. Яғни миллионнан 3 миллион жуық арасында жаңа қолдау көрсету арқылы сіз өз идеяңызды іске асыра аласыз. Ондай мүмкіндіктер де бар. Яғни қаражат жағынан кішкене қиналам десеңіздер. Сондықтан қазір барлық мүмкіндіктер жасалған. Тек сіз орныңыздан тұрып, ойыңызда жүрген идеяны жүзеге асырып, соны жазып деген секілді. Сол арқылы сізге үкімет те даже үкімет өз қолдауын көрсетеді. Сондықтан жасайым деген адамға ештеңе қиын емес. Бұрынғы кездің уақыты емес қазір. Қазір заман дамыған, кез келген көмек сұрайтын болсаңыз, онлайн түрінде де сұрайсыз ғой. Сол секілді қазір барлығы оңай. Кітап оқимын десеңіз де электронды кітап бар. Жұмыс жасаймын десеңіз де қазір жұмыстың түрлері де көп. Қимылдаймын деген адамға, мен бірдеңе жасаймын деген адамға еш нәрсе қиын емес. Мысалы, менің жасап жүрген дүниемді менің таныс осы бірге жұмыс жасаған әріптесім басқа қалаға көшіп кетті де, мен де үйде жүріп қағаз шығаратынмын, бизнеспен айналыстым, шағын болса да, соның бәрі мен жұмыс істеп келе жатырмын. Сол менімен жұмыс жасаған әріптесім осы Қарағандыға көшіп келе отырып, ол да өз бизнесін бастады. Білмеген жерлерін сол мына Инстаграм желісі арқылы жаза отырып менен сұрайды. Ал мен оны барынша түсіндіріп, барынша білгенімді үйретіп жүрмін. Үйреттіріп жүрмін десем де болады, бар білгеніммен бөлсемін. Сондықтан жасайым деген адам меніңше ешқандай мүмкіндіктерді қиыншылық деп көрмеу керек. Табылады. Тек қана сіз
қазір міне мен болашақта мынау болам, үлкен маман иесі болам, мен атақты болам дейтін болсаңыз, сол мақсатқа қарай жүруде сіздің жолыңыз ашыла береді. Сондықтан қиналмаңыз, сұраңыз, көмектесеміз барынша, бірге жұмыс жасаймыз. Айтады ғой, көз қорқақ қол батыр деп. Сондықтан барлығы бізге қиын көрінеді алғашқы бастамада, барлығы. Бірақ соған жеткен кезде сіз соның жемісін жейсіз, соның қуанышын көресіз. Сондықтан бір нәрсе бастары алдында сіз ешқашан қорықпаңыз, батылдық жинаңыз, өзіңіздің күш-жігеріңіздің барлығын шама шарқыңыз жеткенше қолданыңыз. Одан соң жетістігіне жеткен кезде сіз мынаған мен жеттім ба, мынаны мен жасадым ба деген сізде өте үлкен қуаныш болады. Сондықтан жасайтын жұмысыңыз ертең, әр күні демей, қазіргі сәттен бастап қолға алыңыз. Сәттілік.